Бай кәсіпкер жас хатшысымен құпия байланысын ешкім білмейді деп ойлады. Бірақ бір қателік оның отбасын ойран етті. Астана қаласының қақ ортасында биіктігімен көзге түсетін Нұрсұлтан бизнес орталығының 25-ші қабатында Айдар Қасымовтың жеке кабинеті орналасқан. Кешкі сағат 8-ге таяғанда терезеден қала панорамасы көрінеді. Көшелердегі жарқыраған шамдар, алыстағы таулардың көлеңкесі, қар жауып тұрған аспан. Кабинеттің іші де сән-салтанатқа толы. 48 жастағы Айдар Қасымов нағыз бизнес империясының иесі. Қасымов холдинг 5 ірі компанияны біріктіреді. Құрылыс, мұнай өндіру, сауда желісі, IT технологиялар және қаржылық қызметтер. Оның байлығы миллиардтарға жетеді. Шетелдік люкс көліктер, бірнеше вилла, жеке ұшақ бәрі бар. Сырттай қарағанда оның өмірі идеалды көрінеді. Бірақ ішкі жан дүниесі бос әрі суық. Айдар креслоға сүйеніп, қолындағы сусынын айналдырып отырды. Соңғы жылдары Гүлнармен қарым-қатынасы мүлдем салқындап қалған. 25 жылдық некеде олар көп нәрсеге қол жеткізді. 2 бала тәрбиелеп байлық жинады. Қоғамда беделге ие болды. Бірақ құмарлық, романтика, бір-біріне деген қызығушылық бәрі ұзақ уақыт бұрын жоғалып кеткен. Гүлнар енді көбіне қоғамдық шаралармен, өзінің сұлулық салондарының желісімен және қайырымдылық қорлармен айналысады. Айдардың өмірі тек жұмыс, келіссөздер мен шаршататын сапарлардан тұрады. Сол күні есік жеңіл қағылды. «Кіріңіз», деді Айдар қалыпты дауыспен. Ішке 25 жастағы жас қыз кірді. Оның аты Айжан, жаңа хатшы. Университетті үздік бітірген, бірнеше тілде еркін сөйлейтін тәжірибесі бар. Ұзын бойлы, талғампаз фигурасы, қара шашы толқынды, көздері үлкен әрі отты. Қара, қатаң костюм оның жас әрі тартымды келбетін ерекше ашып тұрды. Қолына қара папка ұстап, сенімді түрде тұрды. Айдар оны бірден байқады. Жүрегіне жеңіл толқу келді. Көптен бері сезінбеген сезім. «Қош келдіңіз, Айжан. Мен сіздің түйіндемеңізді мұқият оқыдым. Біліміңіз, тәжірибеңіз және ұсыныстарыңыз өте әсерлі. Біздің командаға дәл осындай ақылды, жас, жылдам және энергиялы адам өте қажет болатын. Бүгіннен бастап жұмысқа кірісе аласыз ба?» деді Айдар. Орнынан тұрып, оның қолын қысып. Көздерінен көзін алмай бірнеше секунд қарады. Айжанның бетіне жеңіл қызғылт жүгіріп өтті. Бірақ ол тез өзін қолға алды. «Рахмет, Айдар аға, мен өте қуаныштымын. Бар күш-жігерімді, білімімді және уақытымды компанияның дамуына жұмсаймын. Сіздің сеніміңіз ұстауға тырысамын», деп жауап берді жұмсақ дауысымен, бірақ сенімді шықты. Айдар оны кабинетпен таныстырып, жұмыс үстелін көрсетті. Құжаттарды түсіндірді. Күні бойы олар бірнеше мәселе талқылады. Кабинетте екеуі ғана қалғанда Айдар оның иісін, дауысын, қимылдарын байқамай қалмады. Үйіне қайта жолда Айдар алғаш рет көптен бері сезінбеген жеңілдік пен ішкі толқуды сезінді. Машинасындағы радиодан баяу ән айтып тұрды. Бұл не болды? Жай ғана жаңа қызметкер ме? Әлде, деп ойлады іштей. Үйіне келгенде Гүлнар қонақ бөлмеде кітап оқып отырған еді. «Кешіктің, Айдар, балалар сені күтті. Аружан бірдеңе сұрағысы келді», деді әйелі салқын дауыспен. «Жұмыс көп болды», деп жауап берді Айдар, оның көзіне қарамауға тырысып. Сол түні ол ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Көз алдына Айжанның күлкісі мен отты көздері келіп тұрды. Арада бір апта өтті. Айжан жұмысқа тез бейімделіп, Айдардың өміріне біртіндеп еніп кетті. Күн сайын таңертең ол кабинетке алғашқы болып келетін. Кофе дайындап, күннің жоспарын дайындап қоятын. Оның жұмысы тиімді әрі мұқият болды. Кешкі сағат 11-дің айналасында кезекті маңызды жиналыс аяқталды. Кабинетте екеуі ғана қалған.
Сыртта Астананың қарлы түні тыныш жатқан. Айдар креслоға сүйеніп Айжанға қарады. Қыздың беті жұмыс қарбаласынан қызарыңқы, шашының бір шоғы бетіне түсіп тұр. Айжан, сен шынымен таңғаларлықсың. Жас болсаң да тәжірибелі адамдай жұмыс істейсің. Мен көп хатшы ауыстырдым, бірақ сен сияқтыны көрмедім, деді Айдар даусына жылылық қосылып. Айжан күлімсіреп көздерін төмен түсірді, бірақ іштей қуанып тұрғаны байқалды. Рахмет Айдар аға, сіздің командаңыз өте күшті. Мен де көп нәрсе үйреніп жатырмын. Сіздің бизнесіңізді дамытуға үлес қосқым келеді. Сол аптада Дубайға шұғыл іссапар жоспарланды. Ірі инвесторлармен келіссөз. Айдар Айжанды өзімен бірге алуға шешім қабылдады. Ұшақта олар бизнес-класс орындарында жанама отырды. Ұшу барысында әңгіме жеке тақырыптарға ауысты. Сен неге осындай жас болсаң да осыншама күшті әрі ақылдысың? Өмір сені қалай шыңдады, деп сұрады Айдар. Оның иығына жақындау отырып. Айжан терең тыныс алып, терезеге қарады. Өмір маған оңай болған жоқ. Әкем ерте кетті, анам жалғыз тәрбиеледі. Мен стипендияға оқып, қосымша жұмыс істедім. Қиыншылық адамды шыңдайды ғой. Ал сізше, сіздің өміріңіз сырттай өте бай көрінеді, бірақ көздеріңізде бірдеңе бар сияқты. Айдар күлімсіреді, бірақ іштей шошыды. Бұл қыз оның ішкі босшылығын бірден байқап қалғандай. Иә, байлық бәрін бере бермейді. Отбасы, жұмыс, жауапкершілік. Кейде адам өзін-өзі жоғалтып алады. Олар Дубайға жеткенде 5 жұлдызды қонақ үйдің люкс нөмірлеріне орналасты. Кешке келіссөздерден кейін Айдар Айжанды мейрамханаға шақырды. Айжан қарсылық білдірмеді. Қонақ үйге оралғанда лифтте олар алғаш рет құшақтасты. Нөмірдің есігі жабылғанда құмарлық оты лаулап кетті. Ыстық өбіс, қолдардың қозғалысы, демнің тездеуі. Мен мұны істемеуім керек еді, мен үйленгенмін, балаларым бар деп сыбырлады Айдар. Бірақ денесі оған қарсы шықты. Бірақ істедіңіз, мен де сізді қалаймын. Сен менің жанымды түсінесің деп жауап берді Айжан. Оның мойнына асылып, сол түні олар ұзақ уақыт бірге болды. Таңға қарай Айдар ойланып жатып төбеге қарады. Ішінде қуаныш пен қорқыныш араласқан. Бұл не басталды? Астанаға оралғанда Гүлнар әуежайда күтіп тұрды. Оның көздері күдікке толы. Сапарың қалай өтті? Қатшың да бірге барды ма? Деп сұрады салқын дауыспен. Жұмыс сапары болды, бәрі жақсы, деп жауап берді Айдар, көзін басқа жаққа бұрып. Бірақ үйге келгенде ол ұйықтай алмады. Айжанның иісі құшағы әлі де сезіліп тұрды. Дубай сапарынан кейін Айдар мен Айжанның арасындағы байланыс мүлдем өзгерді. Бұрынғы жұмыс қарым-қатынасы енді құпия романтикаға айналған. Айдар Астананың шетінде тыныш ауданда жасырын пәтер жалдады. Пәтер шағын, бірақ жайлы. Жұмсақ жарық, үлкен терезеден қала көрінісі. Ол пәтердің кілтін Айжанға бірден берді. Күн сайын кешкі сағат 9-дан кейін олар сол жерде кездесетін болды. Айжан жұмыстан шыққан соң таксиге мініп пәтерге келетін. Айдар кейде кешігіп келсе де, Айжан оны күтіп, жеңіл тамақ дайындап қоятын. Бір кеште Айдар есікті ашқан бойда Айжан оның мойнына асылды. Бүгін сені өте қатты сағындым. Күні бойы кабинетте отырып, сенің дауысыңды естігім келді деп сыбырлады ол. Айдар оны құшақтап, көтеріп жатын орынға апарды. Олардың құмарлығы күн өткен сайын күшейе түсті. Жай ғана физикалық жақындық емес, эмоционалдық байланыста орнады. Айдар оған өзінің балалық шағы, қиындықтары, бизнеске қалай келгені туралы әңгімеледі. Айжан мұқият тыңдап, оның қолынан ұстап отыратын. Сен менің өміріме жарыға келдің. Мен сенімен бірге болғанда өзімді жас, еркін сезінемін. Гүлнармен жылдар бойы осындай жақындық болған емес, деді Айдар бір түні. Айжанның шашын сипап жатып. Айжан оның кеудесіне басын қойып, мен де сенімен бақыттымын. Сен маған тек жұмыс емес, өмірдің мәнін көрсеттің. Ал үйде жағдай шиеленісе бастаған.
Арман Лондоннан каникулға келген еді. Кешкі ас үстінде ол әкесін мұқият бақылады. Әке, соңғы уақытта сіздің көңіл күйіңіз өте жақсы, күліп жүресіз, кешігіп келесіз. Бизнес шынымен соншалықты қызықты болып кетті ме? Деп сұрады ұлы күлімсіреп, бірақ көздерінде күдік бар еді. Айдар күлді, бірақ іштей қобалжыды. Иә ұлым, жаңа жобалар көп, инвесторлармен жұмыс қызықты. Гүлнар үнсіз отырды. Ол күйеуінің телефонын жиі тексере бастаған, бірақ әзірге ештеңе таппады. Аружан әкесіне, әке, маған жаңа телефон сатып әперші. Сенің хатшың өте әдемі екен, Инстаграмда көрдім деп күлді. Айдардың жүрегі дүрсілдей кетті. Ол күлімсіреп тақырыпты ауыстырды. Жасырын пәтерде Айдар мен Айжан кештерін жалғастырды. Бірде олар бірге тамақ пісіріп, Айжан паста жасады. Музыка қосып би биледі. Сол түні олар тағы да құшақтасып, таңға дейін ұйықтамады. Айдар таңертең үйіне оралғанда Гүлнардың көздері ісін киеді. Сен түні бойы қайда болдың деп сұрады ол. Жұмыс, келіс сөздер деп өтірік айтты Айдар. Ішіндегі дауыс бұл қашанға дейін жалғасады деп сұрады. Бірақ жүрегі Айжанға тартып тұрды. Гүлнар үлкен жатын бөлмесінде жалғыз отырды. Терезеден Астананың қарлы түні көрінеді. Соңғы уақытта күйеуінің мінезі мүлдем өзгерген. Кешігіп келеді, жиі күледі. Телефонын үнемі өзімен бірге алып жүреді. Гүлнардың жүрегі бірдеңені сезіп тұрғандай еді. Телефонда ашып хаттарды қарай бастады. Бірнеше хаттың ішінен Айжанның аты көзге түсті. Жүрегі дүрс етті. Кешегі түнді ұмыта алмаймын. Сені сағынып тұрмын. Түнде пәтерге келші. Гүлнардың көзіне жас толды. Қолы қалтырап, телефонды түсіріп алды. 25 жылдық некесі, 2 баласы, ортақ өткен өмірі бәрі бір сәтте құмға айналғандай болды. Мен неге байқамадым? Мен қайда қателестім деп ойлады ол іштей. Келесі күні ол достарымен кездесті. Қайырымдылық шарасынан кейін кофеге отырды. Қыздар, мен бірдеңе сезіп тұрмын. Айдар соңғы уақытта мүлдем өзгерді. Жаңа қатысы бар. Жас әдемі қыз, деді Гүлнар дауысы дірілдеп. Достары оны жұбатты. Бірақ Гүлнар іштей шешім қабылдап, әзірге үндемей байқап жүремін деп шешті. Айдар мен Айжанның құпия кездесулері жалғаса берді. Айжан, әдемі жаңа көйлегін киіп, сен үшін әдемі болғым келеді, деді ол Айдарды құшақтап. Айдар оны сүйіп, сен менің өмірімді өзгерттің. Мен сенімен бірге болғанда бәрін ұмытамын деді. Бірақ үйге келген сайын оның ішіндегі өкініш өсіп келеді. Арман үйде жүргенде әкесін мұқият бақылайтын. Содан соң Гүлнар жеке детектив жалдауға шешім қабылдады. Мен шындықты білуім керек, деді ол өзіне. Айдар сол күні кешке Айжанмен пәтерде кездесіп, оны құшақтап тұрды. Сыртта қар жауып, олардың құпия әлемі әлі тыныш көрінетін. Үлкен асханада отбасы жиналған еді. Гүлнар әдеттегідей әдемі дастархан жайып, өз қолымен пісірген тағамдарды үстелге қойды. Ішінде бір нәрсе қыңсылап тұрғандай еді. Аружан телефонға қарап күліп отырды. Арман әкесімен бизнес жоспарларын талқылады. Айдар үстел басында отырып күлімсіреуге тырысты. Бірақ көздері мазасыз еді. Телефоны шырылдағанда Айдар тез тұрып асханадан шықты. Экранда Айжан деп жазылғанын Гүлнар бір сәтте байқап қалды. Оның жүрегі дүрс етті. Қолы қалтырап, шанышқысын түсіріп алды. Гүлнар орнынан тұрып Айдардың артынан барды. Дауысы дірілдеп, бірақ қатты шықты. Кіммен сөйлесіп тұрсың, Айдар? Соңғы уақытта сен түні бойы жұмыспен жүресің. Балалар сені күтіп отырады. Мен де. Сен бізді ойлайсың ба? Әлде сол жас қызды ма? Оның көздеріне жас толды. Дауысы көтеріле бастады, бірақ ол өзін ұстап қалды. Айдар телефонды қалтасына тығып жалтақтады. Гүлнар, бұл жай ғана жұмыс қоңырауы. Сен неге күдікпен қарайсың? Мен отбасымыз үшін жұмыс істеп жүрмін ғой. Гүлнардың беті бозарып, көз жасын әрең ұстады. Жұмыс па? Мен сенің иісіңнен басқа әйелдің парфюмін сеземін. Көздеріңде өтірік бар. Сен маған қарамайсың, мені құшақтамайсың. Арман мен Аружан асханадан шығып үнсіз қарап тұрды. Ауа өте ауыр болды.
Гүлнар артына бұрылып жатын бөлмесіне кетті. Есікті жауып, орнына отырып бетін қолдарымен жапты. Айдар бөлменің есігінің алдында тұрып бірнеше рет қақты, бірақ Гүлнар ашпады. Ол орнына жатып ескі фото альбомды ашты. Жас кездеріндегі суреттерді қарап жылады. Сол түні үйде ауыр үнсіздік орнады. Ал Айжан пәтерде Айдарды күтіп хат жазды. Сені сағынып тұрмын. Дубай мен Астана арасындағы жасырын кездесулер енді жеткіліксіз болды. Айдар Айжанға жаңа қымбат Мерседес көлігін сыйлады. Қара түсті жылтыраған машина Айжанның көңілін көтерді. Бұл менің сыйлығым, сен менің өмірімнің бір бөлігі болдың, деді Айдар, пәтерде оны құшақтап тұрып. Айжан көліктің кілтін алып Айдардың мойнына асылды. Мен сені өте қатты жақсы көремін. Сен мені осылай бағалайтындығың үшін рахмет. Бір аптадан кейін Айдар Түркияға қысқа демалысқа баруға шешім қабылдады. Гүлнарға бизнес сапар деп айтты. Шын мәнінде ол Айжанмен бірге барды. Жағалаудағы сәнді вилла теңіздің шуылы. Күн батқанда олар теңіз жағасында қол ұстасып жүрді. Айдар Айжанның белінен құшақтап, мен сенімен бірге болғанда бәрін ұмытамын. Жұмыс, жауапкершілік, отбасы. Айжан оның кеудесіне басын қойып, мен де сені сүйемін. Сен маған сенім мен құштарлық бердің. Олар вилланың террасасында отырды, жұлдыздарды тамашалап. Сол түні құмарлық шыңына жетті. Айдар Айжанды құшақтап, онымен ұзақ уақыт бірге болды. Таңға қарай екеуі террасадан теңізді қарап отырды. Мен Гүлнармен ажырасу туралы ойланып жүрмін, деді Айдар кенеттен. Айжан шошып кетті. Шынба, мен сенің отбасыңды бұзғым келмейді. Бірақ көздері қуанышқа толы еді. Астанаға оралғанда суреттер әлеуметтік желіде тарап кеткен. Аружан Инстаграмда әкесінің Түркиядағы суретін көрді. Айдар мен Айжан жағада бірге тұр. Әке, бұл кім? Хатшың ба? Деп сұрады Аружан даусына күдік қосып. Айдар күлді. Жұмыс сапары, қызы, жай ғана әріптес. Бірақ Аружанның көзі сенбеді. Гүлнар үйде үнсіз жүретін. Оның жүрегі ауырып тұрды. Бірақ ол әлі де үндемеді. Айдар пәтерде Айжанмен кездескенде біздің арамыздағы нәрсе шынға жетті. Мен сені тастамаймын, деді. Құмарлық оны соқыр еткен, бірақ сыртында отбасысы адырай бастаған. Арман Лондоннан келген соң әкесінің мінезін мұқият бақылай бастады. Достары арқылы бірнеше суретпен ақпарат алды. Әкесінің жаңа хатшысы Айжанмен қарым-қатынасы туралы сыбыстарды естіген. Бір күні шыдамы таусылды. Кешкі Арман әкесінің жасырын пәтеріне барды. Есікті қатты қақты. Іштен Айжан шықты. Шашы жалбырап, үстінде жеңіл қалады. Сен кімсің? Деп сұрады Арман қатты дауыспен. Көздері ашуға толы. Айжан бір сәт шошып, бірақ тез өзін қолға алды. Мен Айдардың хатшысымын. Жұмыс мәселесімен келдім. Сол сәтте Айдар ішкі бөлмеден шықты. Беті бозарып кеткен. Арман, сен мұнда не істеп жүрсің? Деді дауысы дірілдеп. Арман әкесіне қарап ашуы лаулады. Әке, сен бізді осы қыз үшін саттың ба? Анама не істедің? Біздің отбасымызды ойрандап жатырсың. Мен бәрін білемін. Суретің, сапарларың, пәтер. Айдар қолын көтеріп тоқтатуға тырысты. Ұлым, тыңдашы, бұл уақытша. Мен бақытсыз едім. Арманның көзіне қараңғы түсті. Түсінбеймін. Мен анамыздың жылағанын көріп жүрмін. Сен Гүлнар апайды 25 жыл бойы қасында болып, енді жас қызға алданып жүрсің бе? Компанияны, беделді, балаларыңды ойламайсың ба? Мен сенімен мақтанатынмын. Әке, Айжан ыңғайсызданып бөлмеге кіріп кетті. Айдар терең тыныс алып, мен сені ренжіткім келмейді. Бірақ жүрегім, мен өзімді жоғалттым. Айжан менің өміріме жаңа сезім әкелді. Арман басын шайқады. Жүрек па, бұл опасыздық. Мен анама айтпаймын әзірге. Бірақ егер жалғастырсаң, мен сенімен байланысты үземін. Арман есікті тарс жауып шығып кетті. Айжан шығып келіп оны құшақтады. Бәрі жақсы болады, мен сені қолдаймын, деді. Бірақ Айдардың көздері қайғыға толы еді. Сол түні ол үйге кеш оралды. Гүлнар оған суық қарап, бірақ ештеңе сұрамады. Арман анасына ештеңе айтпады. Бірақ ішіндегі ашу мен өкініш өсіп барады.
Гүлнар жеке детектив жалдағаннан кейін бір апта өтті. Детективтен келген конвертті ашқан кезде оның қолы қалтырап кетті. Ішіндегі сурет Дубайдағы қонақ үй балконында Айдар мен Айжан құшақтасып тұр. Түркиядағы жағажайдағы беттері бір-біріне жақын. Астанадағы жасырын пәтердің жанындағы көлікте өбісіп тұрған суреттері. Қымбат мейрамханалардағы кешкі ас. Гүлнар орындыққа құлап, көзінен жас ақты. Демі тарылып кетті. Жүрегі қатты соғып, кеудесі қысылды. Көз алдына балаларының күлкісі, үйлену тойы, ортақ қиын күндер келді. Жыламауға тырысқанымен бірақ шыдай алмады. Таңға қарай жүрегінің ауруы күшейді. Дәрі ішіп жатты. Дәрігер шақырып, дәрігер қан қысымын өлшеп, бетін қабағын түйіп, жүректің қысымы өте жоғары, стресс өте күшті деді. Сізге тынығу керек, эмоцияны бақылаңыз, әйтпесе инфаркт қаупі бар деді. Гүлнар дәрігер кеткен соң айнаға қарады. Ол өз-өзіне мен әлсіз болмаймын, балаларым үшін күресемін деді. Кешке Айдар үйге келгенде Гүлнар асханада тік тұрып тұрды. Дауысы суық әрі қатал шықты. Мен бәрін білемін, Айдар. Сенің жас хатшымен араңдағы құпияны да білемін. Айдардың өңі қашып кетті. Бірақ ол айтқан келесі сөзді ешкім күтпеген еді. Келесі бөлімді күтіңіздер.